Қара жол біздерде деген. Бір тек көктемде де осы деген жаман қиыншылыққа батамыз. Бірдеме біреу ауырып қалса, мына су деген мына ағып жатыр тағы да өтіп кетті. Грейдер шайып кетеді мына таңға дейін может. Біреу ауырып қалса, скорыйға алмайды. Балдар оқуға барады. Қатынас деген өте қиын. Қаншамаға қиындық көреміз. Көшені көрсеңіз, ауылдың іші деген вообще адам көрсіз. Бүгін деген үйлердің аулаларына су кіріп жатыр еді. Бір арық бірдеме істейтін. Bir talay kişi тұрады, мында бір 3 шақты үй бар. Халық деген далада емес, қаладан 120 шақырым. Қалаға қатынас істетеміз біздер деген. Бұл бір кішкене ұяттық болу керек қой. Адамды аяп бір кішкене адамшылдық болу керек қой. Енді қолымыздан келген өзіміз істеп жатырық. Үкіметтен бізге бір кішкене пайда болса, жолымызды салып берсе, жақсылап кетеді. Керім қатынас болар еді. Сол мыңда бір рахмет айтады. Мынау жалғыз қатынас жол осы. Басқа жол жоқ енді. Bizге келіп айтып кетті ғой, жол жасаймыз. Вертолеттен өтпесе деген мында қатынас жоқ енді. Осы жалғыз жол. Былтыр күзде келіп айтып кетті акимат местный. Осы майдан бастап апрельде жол саламыз деп. Одан что-то хабар жоқ. Білмеймін соны. Бар ма, жоқ па, сол бізге несі керек қой енді. Біз де білдік. Көріп тұрсыңдар ғой қандай. Машиналар батып жатыр. Иә, машиналар батады. Балдарымыз бара алмайды оқуға. Жұмыс істейтін ауылдың жартысы қалада. Скорый келе алмайды енді. Келе алмайды, қатынас осы. Жыл сайын осылай жарып кетеді. Көңілдер көп мұнда деген. Жол саламыз деді, енді жыл сайын обещать етеді. Білмеймін қайда жолдары. Заводской прописка ұят қой, 15 шақырым жер мәселе сол. Білмеймін. Бәрін көрдіңдер ғой, машиналарымды батып жатыр. Солай көне.